Ассалаумағалейкум достар. Қазақ әлі мен YouTube көрермендерім. Бұл жалпы түсірім тағы да. Мына аяқта жаман жаңалық. В общем, дейтін бір қара балапан өліп қапты. Әне бұрышта жатыр. Бұл сол достар, мен сіздерден сұрайын дедім. Мына не көбісі айтты да, брудер ыссы деді да, брудер ыстық деді да, ана брудер слишком ыстық, сол себептен балапандардың өлді деді. Мына уже 5-ші балапан өліп жатыр достар, енді не істеймін, ё-ма. Вообще білмеймін не істейтін, мына шет-шетінен прям қырылып, білмеймін не істейтін, да. Міне уже бір балапан қырылып қапты. Бәрі шет-шетінен қырылып жатыр. Бұлар су ішу білмей ма, или басқа бірдеме ма, білмедім ше. Міне сулары өстіп тұрады. Бұлар су ішу білмей ма. Бірақ пайде білетін сияқты да су ішуді. Ойлап тұрмын, ана ыдыстарына қойып жүрейін ба енді суды деп. Себебі уже бір балапан емес, бірнеше балапан өлді уже. Мына балапанды ештіп кетейін деп тұр ма. В общем, қандай стрёмный дейді ғой, сондай стрёмный балапандар көп болып кетті что-то. Бұларды чиптоник беріп отқам. Содан достар, менде өте жақсы жаңалық. Не деп ойлайсыздар? Бірінші стоп қойып, комментария жазып кетіңіздер. Асықпай жазбаңыздар. Стоп қойып видео. Енді көрсетейін. Ол бізде күрік тауық. Осындай тауығым күрік болып қалды. Міне қолым шықпайды, міне жем суын оқ қойдым. Міне күрік осындай. Жұмыртқаны кешеден бері жатыр. Жақсы жаңалық осы жалпы. Осының алдында да осы күрік тауық күрік болған. Дейтін. Бірнеше рет уже бір-ақ рет күрік болды осының алдында. И осы бірінші жұмыртқа алып келген, бірінші рет күрік болды. Бірінші балапандар шығарды. Кстати, қазіргі балапандар міне жүр. Міне дәу уже здоровый болып қалған. Так, сол енді басқа не жаңалық айтсам болады. Қазыналарды, кормушкаларын толтырып қоям. Сіздермен бірге. Үшін достар, жемдерін салып қойдым. Міне суларын қойып, жемдерін салып, бәрін реттеп қойдым. Ақ күрігім, Аллаға шүкір жатыр, жақсы. Бұл енді бұйыртса 3-4 күні шығарады. Келесі айдың 3-4. Так, дейтін балапандарым. Қарындар ашып жүр ма, бірдеңе. Олардың жемдері бітті енді. Тауықтарымда өтпей жатыр, ема жем алайын десем бір. Так, міне өз тауықтарым. Тауықтарым. Так, есік жаулан түсіріп кетем. Ақ күріктің астына 13 жұмыртқа салдым, в общем, дейді. Жайықта міне 2 жұмыртқа туып та жүр. Мынау дакандікі, мынау тоже какой-то домашнийдікі. Мына ломандарды скоро ауыстырамыз. Бұлар жұмыртқа дұрыс тумай жүр. Жем жейді, жұмыртқа жоқ. Так, қоқтарым. Көгершін кіркетіпті. Көгершіндер осы прогулкасы жүреді. Енді мыналарды ауыстыру керек енді. Ломандарды өзіміз не жаққа. Себебі бұлар жұмыртқа тоқтатты. Вообще очень тоқтатып тастады жұмыртқаны. Тумайды қазір вообще. Жұмыртқа дейтін атымен жоқ. Сол енді ауыстырғаннан кейін жерге барғаннан кейін өздерінің результаттарын көрсетеді деген ойдам. Балапандарым қарны ашып отыр, обед болды. Нетсе шөп жұлып берем. Басқа вариант жоқ, жем вообще жоқ. В общем, бітіп қалған жем вообще.
Бұларға чисто дробленый кукуруз, средне дробленый. Вот. Средне дробленый кукуруз сумен араластырамын үшін. И берем. Міне тауықтарым сатылмай жатыр. Бұларға бір жем алайын деген, бір средне дробленый кукурузный мешок алайын деген. Тауықтарым өтпей жатыр енді. Білмеймін енді 2,5-нан сатпайын ба, сатпайын ба деп ойлап тұрмын енді. Ол бір жағынан туып жүрген тауықтар кім, мысалы, кейбір адамдар айтады, сен тумай жүргеннен сатып атсың дегендей. Жоқ, достар, мен инкубаторда нелерім бар. Сол тауық ломон браундардың жұмыртқалары бар. Авоскоп көрсете аламын. Кәм жұмыртқалар туып тұр. Просто оларға кішкене тарда, осы жаққа жібереміз бе деп ойлағанбыз. Енді ол да әкем жұмыстан қол босамай жатыр. Нетсе бірі күні отпускқа шығады, осы айдың бірі. Сол кезде шыққаннан кейін нетсе ақырындап жасаймыз. Нақты су кіргізіп отырық. Бұны да жасадық кеше. Әкем, мен, атам үшеуміз. Енді алады деп ақырындап жасап отырық. Енді білмеймін, тауықтар неліктен сатылмай жатыр. Может, сататын адам көп пе, ол жағын білмеймін мен, достар. Балапандарым да сатылмай жатыр. Мыналар прям шиқылдап жатыр, естіп жатсыздар. Білмеймін вообще, балапандарым қаншадан сатсам болады. Былай сатсам арзан кетіп қалады енді ол. Былай сатсам білмеймін вообще. Өзім қиналып кеттім, маған жем жоқ. Жем аламыз, в общем, 3-4 теңгеге жем аламыз. Бір аптада бітіп қалады. Мынадай шығып кетті өзімнің. Енді осы 25 мешоктай, 1 мешок алып қойсам ба деп тұрмын. Жем нормально, прям. А то надо, мыналар қарындар всегда аш. Со 25 килограмм мешокпен алам, нетсе қазір балапандарым арзан бағада, нетсе сатып жүремін арзан бағадан. Өйткені ақша керек срочно жемге. Осындай сол кукурузға алькарал мен рыбий жир қосып беремін балапандарға, витамин болу үшін. Сөйтіп өсірдім балапандарымы. Осы енді менің өзімнің беріп атқан тамағым көмектесетінін дәлелдеп бере аламын. Себебі мына факторлармен дәлелдеп бере аламын. Қараңыздар, мына жерде көкентин, осы көкентин вообще жүні жоқ болған, енді бұның жүні шықты. Содан кейін мына брама тоже арық болған, жүні жоқ болған, онда жүні шығып, семіз болып, кішкене салмақ қосқандай неғылды. Маған прям аяқ басына оратылы осындай етін. Үшін достар, сол кім балапан алады, Талдықорған қаласында тұр. 1,5 айлық балапан. Міне қазір көрсетіп жіберейін сіздерге, мысалы қайсысы. Міне осылар менен кім сатып алады. Тез арада бір ай 15 күн ба, 10 күн ба сондай болғандар. В общем, 1 айдан асып кеткендер. Сентябрьда жұмыртқа алып келеді уже, бұйыртса. 11 штук қалды жаңағы көрсеткеннен. Кім алады, жазыңыздар комментарияға, мен алам осындай деп. Номерларыңызды жазып кетіңіздер, мен өзім хабарласам. И сөйлесеміз, кімге керек бұл сондай балапандар. Білесіздер, мен алдамайым, ауру балапан емес. Қарны ашып тұр, даже тамақ жегісі келіп тұр. Просто маған срочно жемге керек ақша. Номерларыңызды жазыңыздар, хабарласайық, сөйлесейік, бағасына келсейік. Сол достар, ассалаумағалейкум, сау болыңыздар, ауырмайыңыздар. Балапандарыңыз өсе берсін, тауықтарыңыз өніп, жұмыртқа берсін көп. Сау болыңыздар.